29-шы есеп мәтін есеп екен. Бірінші сан 360-қа, екінші сан бірінші санның 90%-на, үшінші сан бірінші және екіншінің қосындысының 50%-на тең. Осы үш санның қосындысын анықта дейді. Ендеше бізде біріншісі белгілі, сол арқылы екіншісін табамыз. Санның пайызын табу үшін пайызды санға айналдырып, берілген санға көбейтеміз. Яғни 360-ты көбейтеміз, 90% санға айналдыру үшін 100-ге бөледі. Сонда бізде пропорция құпты шығаруға болады. Негізі осы маған жеңіп, нөлдерді қысқартып жібереміз. Сонда бізде 36-ны 9-ға көбейтіп 1-ге бөлеміз. 4, 5 ойда 27-ге 5-ті қосатын болсақ 32, яғни екінші сан 324-ге тең екен. Ал үшінші сан екеуінің қосындысының 50% дейді. 50% деген жартысы ғой, яғни 360-ға қосамыз 324-ті, оны көбейтеміз 0,05-ге. 50% деген 0,05. Енді 100-ге бөлгенде, қосындысын табайық. Бізде 4, 8, 684 көбейтілген 0,05. Онда бізде 0, x ойда 40, ойдағымен 42, 4 ойда 30, ойдағымен 34 болды. 0-ын жазбадым, себебі өтірі жатқанда 0 қалып қойып, сонда 342-ге тең болады. Бұл бізде үшінші сан. Енді бізге осы сандардың қосындысын анықта деп тұр. Сонда 360-ға қосамыз 324-ті, оған қосамыз 342-ті. Екеуінің қосындысы 684 болған, оған енді 342-ні қоса саламыз. Сонда бізде 6, 2 бір ойда, 9 ойдағы мен 26 екен. Берілген үш санның қосындысы 26-ға тең. 30-шы есепте берілген санның 60% мен оның екі еселенген қосындысының мәні 91-ге тең дейді. Яғни берілген санды табу керек, ол белгісіз x деп алайық. Санның пайызын табу үшін пайызды санға айналдырып көбейтеміз. Яғни 60%-ді санға айналдырсақ, яғни 100-ге бөлсек 0,16-ға көбейтеміз. Сонда міне 60% табылды. Оған қосамыз берілген санның өзін. Так, 2 еселі берілген санды қосамыз, мәні 91-ге тең болады дейді. Сонда мына екеуінің қосындысы 2,6 x тең болады 91-ге. X тең болады 910 бөлінген 26, 26 91-дің ішінде 3 рет 78-ді азайтамыз, 3, 13, 130-дің ішінде 5 рет болады. Сонда 35-ге тең екен берілген сан. Жауабы 35. Есепте катердің меншікті жылдамдығы 10 км/сағат, ал өзен ағысының жылдамдығы оның меншікті жылдамдығының 20%-ын құрайды дейді. Катер өзен ағысы бойымен өзен ағысына қарсы жүзген жылдамдық неше есе артық, және де керісінше өзен ағысына қарсы жүзгендегі жылдамдық өзен ағысы бойымен жүзгендегі жылдамдықтың қанша пайызын құрайды дейді. Тауып көрейік. Оны табу үшін бізге өзен ағысының жылдамдығын тауып алу керек. Өзен ағысының жылдамдығы 20%-на тең дейді. Пайызды табу үшін біз пайызды санға айналдырып, берілген санға көбейтеміз. Яғни 10-ды көбейтеміз, 20%-ды санға айналдыру үшін оны 100%-ға бөледі. Сонда 0 қысқарады, 0 мен 0 қысқарып жүрек, сонда 2 км/сағат екен өзен ағысының жылдамдығы. Енді өзен ағысы бойымен жүзгендегі жылдамдық, ол меншікті жылдамдыққа өзен ағысын қосамыз. Сонда 10-ға қосамыз 2-ні 12 км/сағатқа тең болады екен. Енді өзен ағысына қарсы жүзгендегі жылдамдық табамыз. Бұл кезде жаңағы кедергі жасайды меншікті жылдамдығына өзен ағысы, яғни азайтамыз жылдамдықты. 10-нан 2-ні азайтамыз, 8 км/сағат болады. Енді неше есе артық дейді. Оны табу үшін біз 12-ні 8-ге бөлеміз. 12-ні 8-ге бөлсек, 12-ні ішінде 8 бір рет бар, 4 қалдық, 0 береміз ойдан, сонда 5 рет 1,5 есе артық болады екен.
Енді неше пайызын құрайды дейді. Енді өзен ағысы бойымен жүзгендегі жылдамдық ол 100%. Бізге 8 осының қанша пайызын құрайды деп тауып тұр. Сонда x-ті табу үшін белгілі екі бұрышты көбейтіп, белгісіздің бұрышына бөлеміз. 4-ке қысқарады, мұнда 1, мұнда 3 қалады. 4-ке мұнда 2, мұнда 3 қалады деген, мұнда 2 мен 100-ті көбейтеміз. 200 бөлінген 3. Мұнда 20-ның ішінде 6 рет, 20 2 қалдық қалады, 20-ның ішінде тағы 6 рет, тағы 2 қалдық қалады. Сонда 66,2 пайызын құрайды екен. Жазамыз. Жауабы өзен ағысы бойымен жүзгендегі жылдамдық қарсы жүзгендегі жылдамдықтан 1,5 есе артық, ал керісінше өзен ағысына қарсы жүзген жылдамдық өзен ағысы бойымен жүзгендегі жылдамдықтың 66,2 пайызын құрайды екен. Теңдеулер жүйесін шешу қажет. Мұнда екі айнымалысы теңдеулер жүйесін шешудің алмастыру, алгебралық қосу және графикалық тәсілі бар. Мен үшін ең оңайы алгебралық қосу тәсілі. Бұл жерде де ең қолдануға тиімді алгебралық қосу. Яғни кез келген айнымалының біреуін аламыз да, екі теңдеуде де алдындағы санын бірдей етіп жасап аламыз. Содан кейін екеуі қосқан кезде немесе алған кезде жойылып кететіндей жағдай жасаймыз. Коэффициенттерін деп айтамыз. Мына мысал үшін қазір мына екі теңдеуді бір-біріне қосатын болсам, мұнда 5x болады. Минус 2y-қа плюс 2y-ті қоссақ 0 болады. Бір-бірінен азайтты. Тең болады. 7-ге 8-ті қоссақ 15. Енді x-ті табу үшін 15-ті 5-ке бөле саламыз, x 3-ке тең болды. Енді кез келген осы екі теңдеудің біреуінен y-ті тауып аламыз да, өрнектеп аламыз да, сонда x-тің орнына санды қойып, теңдеу шешеміз. Енді мына екінші теңдеуге қойғым келіп тұр. Мұнда екінші теңдеуде 2y тең болады 8 азайтылған 2x болады. Мұнан y-ті табатын болсақ, екі жақты теңдеуді 2-ке бөліп жібереміз. Мынаны 2-ке, мынаны 2-ке, мынаны 2-ке, сонда 4 минус x болады. Яғни y тең болады 4 азайтылған x-тің орнында 3, y 1-ге тең екен. Сонда жауабы жаңағы теңдеудің 3-те 1. Тағы да міне y-тің алдында коэффициенттер бірдей, таңбалары да бірдей, сондықтан азайтамыз. Мұнда 7x-тан 4x-ті алсақ 3x болады. Минус 0,14-тен минус 0,14-ті алатын болсақ, 2 плюс болады да, минус пен плюс жойылады 0 тең болады. Мұнда минус 5, минус 10. 2 терістен қосады, таңбасы теріс минус 15 болады. X тең болады, минус 15 3-ке бөлсек, минус 5. Енді екінші теңдеуден өрнектей салайық. Мұнда минус 0,4y тең болады 10 азайтылған 4x. Y тең болады, минус 0,14-ке бөлеміз барлығын. Сонда мұнда минус 4, 100-ді 4-ке бөлсек 25 болады. Минус плюс. Мұнда бір орты жылжиды, 40 бөлі 4, 10x болады. Енді осыдағы x-тің орнына минус 5-ті қойып есептейміз. Сонда минус 25, минус 50. Терістен бір қосылады, таңбасы теріс, минус 75 болады. Сонда бұл теңдеудің жауабы минус 5-ті минус 75-ке тең екен. Үшінші теңдеуде коэффициенттер бірдей айнымалы мұнда жоқ. Сондықтан біз оны өзіміз түрлендіреміз. Мұнда көріп тұрғанымызда мына екеуі ұқсас. Мына теңдеуді 2 еселеп жіберетін болсақ, яғни 2-ге көбейтіп жіберсек барлық. Мынада 0,16y болып кетеді. Сондықтан мынаны 2-ге көбейте салайық. Екінші теңдеуді 2-ге көбейтеміз. Бірінші теңдеудің өзін қалдырамыз. 5x азайтылған 0,16y тең болады 8-ге. Екінші теңдеу 4x минус 0,16y тең болады 32-ге болады. Енді азайтамыз. Бірінші теңдеуден екіншісін мұнда x болады. Минус плюс болады да, екеуі жойылады 0. X тең болады. 8-ден 32-ні азайтсақ, яғни үлкен таңбасы минус болады. 32-ден 8-ді аламыз керісінше, сонда 24 болады. X 24-ке тең екен. Енді бірінші теңдеуден y-ті өрнектеп алайық. Мұнда бізде минус 0,16y тең болады 8 азайтылған 5x. Сонда y тең болады. Минус 0,16-ға бөлеміз барлығын. Сонда жерде минус
80 бөлінген 6 15 болады. 15 болмайды. Так. 80 бөлінген 6 1 бүтін. 6-тан 1 бүтін дегеніміз. Минус 80 бөлінген 6 2-ге қысқартсақ 3-тен 40 болады. 3-тен 40 ол дейтін 1 13 бүтін 3-тен 1 болады. Мына жерде минус плюс болады. 5-ті 50 бөлінген 6 ол 50 бөлінген 6-тағы 2-ге қысқарады. 3-тен 25, 3-тен 25 дегеніміз 8 бүтін 3-тен 1 x. Енді минус 24 қойып есептейміз осыған. Тең болады. Минус 13 бүтін 3-тен 1 қосылған 8 бүтін, так, мына көбейту болғандықтан қайтадан осылай жазылайық. 3-тен 25 көбейтілген минус 24. Екеуі қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда минус 8 болады. Сонда минус 13 бүтін 3-тен 1 минус болады. 25-ті 8-ге көбейтетін болсақ, ол дейтін, так, 0, 4 ойда, 16 ойдағы мен 200 болады. Енді 2 терістен қосақ, таңбас теріс минус 213 бүтін 3-тен 1 шығады екен теңдеудің сонда түбірлері. Минус 24-ті минус 213 бүтін 3-тен 1 болды. Теңдеу. Төртінші теңдеуде мына жерде коэффициенттер ыңғайсыз, барлығы мысал үшін бір санға көбейте салғанға келмейді. Сондықтан бір теңдеуді бір санға, бір теңдеуді бір санға көбейту керек болады. Мысалға x-ті келтірсек, мынаны 3-ке, мынаны 5-ке көбейту керек, сонда екеуі де 15-ке айналады да, деген қосатын болсақ 0 болады. Жалпы алмастыру тәсілімен де шығаруға болады, кімге қайсысы ыңғайлы, маған алгебралық қосу тәсілі ыңғайлы. Енді бірінші теңдеуді көбейтеміз 3-ке дедік, екінші теңдеуді 5-ке көбейтейік. Сонда мынау минус 15 x плюс 21 y барлық мүшелерін көбейтеміз. Тең болады 45-ке. Екінші теңдеуде 15 x азайтылған 20 y тең болады 65-ке болады. Енді екі теңдеуді бір-біріне қосамыз. Мына екеуі жойылып кетеді. Мына екеуін қоссақ 21-тен 20 азайтылады да, y қана қалады. Тең болады. Мына екеуін қосындысы 0, 100. Так, 100 ойдағы мен 110 болады. Y 110-ға тең екен. Енді бастапқы теңдеуден x-ті өрнектеп алайық. Екінші теңдеуден өрнектей салайын. Сонда мына жерде 3x тең болады 13 қосылған 4y болады. Енді x табатын болсақ, 3-ке бөлеміз барлығын, немесе осылай жасақ 13 қосылған 4y бөлінген 3. Енді x-ті есептейміз. 13 қосылған 4 көбейтілген 110 бөлінген 3. 13 қосылған 440 бөлінген 3. Мұнда 453 бөлінген 3. 1 қалдық, 15-тің ішінде 5 рет, 3-тің ішінде 1, 151 шығады екен. Теңдеудің түбірі сонда 151-де 110. Теңдеуде, 5-ші теңдеуде мына екеуі қосап тұр. Егер мына теңдеуді тағы да 3-тен 2-ге көбейтерсек, 9-дан 4 болып шыға келеді. Екінші теңдеуді сонда 3-тен 2-ге көбейтеміз дек. Немесе минус 3-тен 2-ге көбейтеміз десек, екі теңдеуді бір-біріне қоса саламыз, сонда минус 3-тен 2-ге көбейтейік. Бірінші теңдеу 3-тен 2 x азайтылған 9-дан 4 y тең минус 6 болып қала береді. Екінші теңдеуде минус пен минус плюс 3-тен 8 болады, 4 пен 2 көбейтіледі x. Жерде минус пен минус плюс 9-дан 4 y болады, тең болады. Мұнда минус 3-тен 26-ны 2-ге көбейтсек 40-52 болады. Енді қосамыз екі теңдеуді бір-біріне. Мұнда 3-тен 10 болады, 3-тен 10x. Екеуі жойылады, тең болады. Мұнда екі терістен қосылады, таңбасы теріс болады. Бөлшек түрінде қалайық, мынаны 3-ке ортақ бөлімге келтірейік. Сонда минус 3-тен 18, мынаған қосамыз 0, 1 ойда, 60 ойдағы мен 70.
Енді x тең болады минус 3-тен 70-ті көбейтеміз мынаның керісіне, 10-нан 3-ке. Тең қысқарады, мыналар қысқарады, сонда минус 7 шығады екен. X тауып алдық. Енді кез келген теңдеудің біреуінен y табамыз. Бірінші теңдеуден маған ыңғайлы сияқты. Сондықтан бірінші теңдеуден y тауып аламыз. Минус 9-дан 4 y тең болады минус 6 минус 3-тен 2 x. Y тең болады минус 6 минус 3-тен 2 x көбейтілген минус 4-тен 9. Бұдан құтылу үшін керісіне көбейтеміз. Ендеше мынада минустан бан шығарып жіберуге болады. Так, жариялы система қойғыш. Y тең болады. Қақшан үште минус 6 минус 3-тен 2 көбейтілген минус 7 болады. Көбейтілген минус 4-тен 9. Жақшаның ішінде мына көбейтіндінің мәні минус пен минус плюс болып кетеді. 3-тен 14 болады. Мына 3-кі ортақ бөлімге келтірсек, мұнда 18 болады. 18-ден 14-ті азайтамыз. Бізде 4 болады, үлкен таңғасын. Сонда минус 4, ал мұнда бөлімінде 3. Минус 3-тен 4 шығады мұнда жақшадан. Оны көбейтеміз минус 4-тен 9-ға. Мұна 4-тер қысқарады, мұна 2 қысқарады, мұнда 3 қалады. Сонда жауабы плюс 3 екен. Теңдеудің түбірі минус 7-де 3 болады. Келесіде мына теңдеуде бірден алгебралық қосу тәсілін қолдана беруге болады негізінен. Себебі мына жерде мына екеуі бірдей. Мынада 7-тен 2 y, 7-тен 8 минус 7-тен y деген сөз ғой. Так. Мынаны ыңғайлы болу үшін ашып та жазуға болады негізінен. Санды былай қарай шығарып жіберіп, ыңғайлырақ болу үшін. Солай жасап алайық. Мұнда болады 3-тен 2x, 3-тен 2x минус 3-тен 1 нашыққа плюс 3-тен 1 шығарайық, минус 7-тен 2y қала берсін, тең болады минус 2,21-тен 5 плюс 3-тен 1 болады. Ол так, әзірше жасайық, 2,21-тен 5 плюс 3-тен 1. Енді мына теңдеуде 4x минус 7-тен 8. Ой, оны былай қарай жіберуіміз керек еді. Мына жерде плюс минус пен минус, мына жерде плюс болып кетеді. 7-тен 2 y тең болады 5,7-тен 3. Мына бізде минус 7-тен 8, мына жаққа плюс 7-тен 8 болады. Екі теңдеуді бір-біріне қосамыз. Сонда мына екеуі жойылып кетеді. Мына екеуінің қосындысы 4,3-тен 2 x болады. Енді мұнда так, ортақ бөлім 21-ге келтірейік. Мұнда 7-ге көбейтеміз, мыналарды 3-ге көбейтеміз. Сонда бізде қосып жатырық. Мынада жерде 5-нен 2 азайтылады, 3 қалады. 3 21-ден 9-дан 5 алсақ 4. Сонда 3,21-ден 4 болады мына жерде. 3,21-ден 4 плюс, қалғандарын бәрін қосамыз. Сонда мына екеуін ғана азайтайық та, қалғандарын жасыға шығыс кетпес үшін 3,21-ден 4 қосылған, мынау бізде 21-ден 7 қосылған, мұнда 21-ден 24 болады. Так, ары қарай сонда мына жерде мынаны аралас санды ұрыс бөлшектен алдырып алайық. 3-тен 12 қосылған 2 14x болады, тең болады. Мұнда 3,21-ден екеуінің қосындысы 28, оған 7-ні қоссақ 35 болады. 35, оның ішінде 1 бүтін бар, мынаған қосылады 4,21-ден 35-тен 21-ті алсақ 14, 14 қалдық. Енді x табу үшін бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 21-ден 21-ге көбейтсек, 21-ден демек 7-ге қысқарады ғой 2, мұнда 3. Сонда 3-тен 12 қосылған 2, 14 көбейтеміз, мұнаның керісіне 14-тен 3-ге.
барлық қысқарып кетеді, сонда 1 шығады. X 1-ге тең екен. X 1-ге тең. Енді біз кез келген теңдеудің біреуінен Y тауып аламыз. Мына жерде енді кішкене ықшамды алған теңдеу осы жерден өрнектеп алайын. 7-тен 2 Y тең болады. Мына жерде қосындысы 5 бүтін. Ортақ бөлімге келтірмей қоюға болады. Мына жерде 7 деп ала береміз ортақ бөлімін. 7-тен қосындысы 11, мынаған кетеді 6 бүтін болады. 6 бүтін 7-ден 11-ден 7-ні алсақ 4-е, 7-тен 4 азайтамыз, 4x-ті. Сонда Y табу үшін 6 бүтін 7-ден 4 азайтылған 4 көбейтілген 4x көбейтілген мынаның керісі 2-ден 7 болады. Енді x-ның орнына сандық мән қойып есептейміз. 6 бүтін 7-ден 4 азайтылған 4 көбейтілген 1x бізде көбейтілген 2-ден 7 тең болады. Мұнда 4 болады. 4 бүтінді азайтсақ 6 бүтіннен 2 бүтін 7-ден 4 болады. 2 бүтін 7-ден 4 деген 14 қосылған 4 18 көбейтілген 2-ден 7 мыналар қысқарып кетеді. Сонда ана екеуі 18 2-ге бөлсек 9, яғни теңдеудің түбірі 1 және 9. Екіншісінде мынаны кішкене ықшамдап жазып алайық. 3-тен 2x, мұнда 3-тен 1x. Бұл теңдеуді 2-ге көбейтіп жүрек, мына екінші теңдеуді 2-ге көбейтіп жүрек. Сонда мынау 3-тен 2x болады, мынау 7-тен 2y болады екен. Енді қас көреміз. Сонда мынау 2x бөлінген 3 минус мұнда 5-тен 1 минус 3-тен 1, мына жаққа плюс 3-тен 1 болып келеді. Екінші теңдеуді 2-ге көбейтеміз дедік, мұнда сонда минус 3-тен 2 x болады. Мұнда сандарды жазбай қояқ, минус пен минус плюс болады. Плюс 3-тен 7-тен 2 y болады. Тең болады 8 бүтін 21-ден 2-ге көбейтсек 21-ден 168 болады. Оған 3-ті қоссақ 171 болады. 171-ді 2-ге көбейтеміз. 2, 4, 342 болады екен. Мұна 3-тен 2 емес, ол 3-тен 4 болып кетті, минус 4 болып келеді. Мұнда да минус 7-тен 5 плюс 7-тен 10 болып келеді, 2-ге көбейіп. Енді мұнада қарасақ 3-тен 2 минус 3-тен 2 минус 7-тен 2 плюс 7-тен 2. Яғни мұна теңдеуде минус таңбасын мына жаққа шығарып жіберетін болсақ, минус 1-ге көбейтіп жүрсек мына теңдеуді, сонда 3-тен 2x минус 7-тен 2y, яғни мұндағы коэффициенттер бірдей болып кетеді. Ал егер айнымалының алдындағы коэффициенттер тең болатын болса, бұл екі функция бір-біріне параллель, яғни олар қиылыспайды. Сондықтан бұл теңдеудің түбірі жоқ болады. Түбір дегеніміз ол график тәсілде екі теңдеудің қиылысу нүктесі ғой. Мұнда 3-тен 2x, мұнда 7-тен 2y, мұнда минус 7-тен 2y бар екен. Сондықтан минус пен минус мұнда плюс 7-тен y болып кетеді. Екі теңдеуді бір-біріне қоса салсақ болады. Екі теңдеуді бір-біріне қоса салсақ болады. Сонда мына жерде ортақ бөлімнен 3-ге келтірсек, сонда болады 3-тен 2x плюс 12x 14x болады и минус 1. Мына жерде бізде 7-ден минус пен минус қосылады, таңбасы теріс болады. Немесе минус 7-тен 2y, мұнда плюс 7-тен 2y екеуі жойылады. Минус мұнда 1, минус 1, минус 7-тен 8 қосылады, таңбасы теріс болады. Сонда минус
минус 1, минус 7-ден 8, минус 7-ден 15 болады. Тең, мына жақта енді қосамыз, ортақ бөлім 21 десек, мынаны 3-ке көбейтеміз. Сонда 3,21-ден 3 мынадан азайтамыз, 2,21-ден 3 болған, 21-ден 21-ге 3-ті қоссақ 24 болады. Азайтамыз 21-ден 20-ны. Енді ары қарай ықшамдасақ 14x минус 1 бөлінген 3 тең болады. Мұнда 2,21-ден 4 болады. Қосылған 7-ден 15 дегеніміз ол 2,7-ден 1, ортақ бөлім. Сонда 14x азайтылған 1 бөлінген 3 тең болады 4,21-ден 7. 7-ге қысқарады, 1 мұнда 3 қалады. Сонда 14x теңдеудің 2 жағын 3-ке көбейтеміз. Сонда 14x минус 1 тең болады. Мұнда 4,3-ден 1 дегеніміз ол 3-ден 13, 3-ке көбейтсек 3 қысқарып кетеді, 13 қалады. Енді ары қарай 14x тең болады. 1-ді қосамыз 14, x тең болады 14 бөлінген 14, 1. X тауып алдық. Енді мына теңдеудің біреуінен y-ті өрнектеп аламыз. Мұнда саны азырақ қой, мұнан өрнектеп алайық, Мұнда өрнектесек, бізде 4x минус 3,7-ден 1 тең болады. Мына жаққа жіберейік 8 азайтылған 2y бөлінген 7 деп. Енді теңдеп 7-ге көбейтіп жібереміз, екі жақты бірдей. Сонда 4x минус 3,7-ден 1 көбейту 7 болады. Тең болады 8 минус 2y-ге. Енді 2y-ті мұнда жіберейік. 8 азайтылған 7 көбейтілген 4x азайтылған 3,7-ден 1. Енді y табу үшін 2-ге бөлеміз. Y тең болады 8-2-ге бөлсек 4, азайтылған мұнда 7-ні 2-ге бөлсек 3,5 немесе 2-ден 7 деп тұра берсін. 4x минус 3,7-ден 1. X-тің орнына сандық қойып есептейміз. Y тең болады 4 азайтылған 2-ден 7 көбейтілген 4 көбейтілген 1 азайтылған 3,7-ден 1. Сонда мына жерде 4 азайтылған 2-ден 7 көбейтілген 4-тен 3,7-ден 1 алсақ, 3,7-ден 7-ге 3,7-ден 3,0 болады. 7-ден 7 азайтылған 1 7-ден 6 болады. Енді мұнда былай қысқарады. Сонда 3,0 шығады. 4 азайтылған 3,0 тең болады 1. Сонда теңдеудің түбірлері 1-де 1